Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар мен оқушылар. Мен Жұмабек Ербол, Қармақшы аудандық оқушылар үйіндегі заманауи дизайн үйірмесінің жетекшісімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дәстүрлі емес сурет салудың әдіс тәсілдері. Оқушылардың көркем шығармашылық білімін дәстүрлі емес сурет салу арқылы дамыту, сурет салу әдістерін меңгерту, дәстүрлі емес әдістерді пайдалану арқылы үйірмеге деген қызығушылықтарын арттыру. Баланың жан-жақты дамуына әсер ететін басты тәрбие эстетикалық тәрбие беру. Сондықтан да бастауыш сынып оқушылары үшін көркем еңбектің маңызы зор. Бұл балаға зор қуаныш сыйлап, жағымды көңіл-күй қалыптастыра отырып, шығармашылық қабілетінің дамуына зор ықпал етеді. Дәстүрлі емес сурет салудың негізгі мақсаты балалардың шығармашылығын арттыру болғандықтан, сабақта баланың белсенділігіне, өз бетімен жұмыс істеуіне жағдай жасалған дұрыс. Дәстүрлі емес әдіспен сурет салуды үйренген бала өз бетінше бастыру құралдарын іздеп тауып, өзіндік жұмыс жасап көрсетеді. Бұл баланың өмірге шығармашылықпен қарауының, кез келген затты әртүрлі мақсатта қолдана білу іскерлігін дамытудың алғышарты болып табылады. Біздің алдымызда қара түсті ватман қағазы, гуашь бояулары, қылқалам, салафаннан жасалған дөңгелекшелер жатыр. Қалай ойлайсыздар? Бұлармен қалай жұмыс жасауға болады?
Бүгін сіздер дәстүрлі сурет салудың бірнеше түрімен таныстыңыздар. Қандай сезімде болдыңыздар? Қалай ойлайсыздар? Балаларға ұнайды ма? Олай болса, осы техника бойынша